baktım istedim Allah'dan, bağrıma soğuk balağım, elimi elimle, aman savcı şu zaman, aman savcı şu zaman. Я тебя люблю. Это взаимно сказать, что я тебя люблю. Открывал глаза со мной. А я вас люблю. За такую маму спасибо. Я тебя люблю, мам. Сильно люблю. Да, соскучился. Давай, целую. Студенті Серікқалиұлы Берік, баршаңызға айтарым, бұл күнде аналарды қадірлеп, бағасын ұға білейік. Аналардың құрметіне ананың қадірін біл өлеңін оқып берейін. Аямай бар ғұмырым баласынан төрт бөліп түн ұйқысын таң асырған. Есейіп ер жетсеңде бұл өмірде анаңдай таба алмассың жанашыр жан. Анаңның қадірін біл, аманында күлкісі сейілмесін жанарында. Іздеме жұмағыңды өзгелерден, жұмақтың кілті ананың табанында. Жыласаң күндемейтін, түндемейтін, қатеңді кешіретін, үндемейтін. Анаңның қадірін біл, бар кезінде біреуге көру арман күнде кейпін. Анам менің аялаған ақ гүлім, анам менің бақыты мен шаттығым. Анашым деп баланың жырын айтқанда, неге ғана естімеген тәттінің. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің кеудемдегі жүрегім. Егер мен қасында сен болмасам, бұл өмірде қалай ғана жүремін. Ана дейміз бәрімізде аңқылдап, ана дейді жас сәбиде жарқылдап. Ана деген бәйтерегі үмітім, ана деген алтын қасық алтын бақ. Ана деген асыл жардай болаттай, ана деген мөлдір жандай бұлақтай. Не забывайте ваших матерей и находите каждый день вы время им позвонить, а лучше навестить. Не считайте это вы за бремя. Спросите маму, как ее дела, и проявите простую заботу. Со времени поймете, как ждала, что позвонит или придет мне кто-то. И повзрослев, уходим мы в свой дом, и как-то быстро время пробегает. Дела, друзья, работа, мы живем, но для мамы времени нам часто не хватает. Но мама любит и не обижает, ждет, боль твою, радость чувствует и знает. И сердце матери болит, страдает, когда что-то случается с тобой. Утешить нас своей любовью может, порою, даже молча и без слов. Советом мудрым, как всегда, поможет, коль выслушать ты ее готов. Всегда накормить всех хочет, и просто, как в детстве, обнять. Ходите вы к маме в гости, ведь может ее не стать. Лишь потеряв, поймете, что значит на самом деле мама. Allah bir
Анам менің әкем адал жан екен, адалдығынан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анам менің әкем адал жан екен, адалдығынан жаралған екем. Жүрегімдегі бұл өмірдегі ең керемет адамдар екен. Анашым сөзің бәріңнен биік екен, таудан да биік. Әкемнің иық екен, шықсам да шыңға. 12 ТМК топ студенті Бағдат Әмір ана туралы өлең. Анам менің аялаған ақ гүлім, анам менің бақытым мен шаттығым. Анашым деп бала жырын арнаған, неге ғана естімеген тәттінің. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің кеудемдегі жүрегім. Егер менің қасымда сен болмасаң, бұл өмірде қалай ғана жүремін. Ана дейміз бәріміз бір аңқылдап, ана дейді жас сәбидей жарқылдап, ана деген бәйтерегі өмірдің. 12 ТМК топ студенті Бақытбек Ожгер. Мұқағали Мақатаев, шеше сен бақыттысың. Шеше сен бақыттысың, жыламағың. Жай түсіп жатқанда да құламадың. Тәңіріңнен менедім ғой сұрағаның. Сондықтан да жыламағың. Бармын ғой, тірімін ғой, қасыңдамын. Өлмеймін, мен өзіңдей асылданмын. Таусылып өз-өзіңнен шашылғанмын. Байырғы берекетті қашығанмын. Анам менің аялаған ақ гүлім, анам менің бақытым мен шаттығым. Анашым деп балаң жырын арнаған, неге ғана естімеген тәтті үні. Анам менің өмірдегі тірегім, анам менің кеудемдегі жүрегім. Егер менің қасымда сен болмасаң, бұл өмірде қалай ғана жүремін. Суық күнде тоңбады ма деп, әлде жолы болмады ма деп, жалғызсырап қалмады ма деп, мені ойлап қам жемеші мама. Сенің тартқан менің күлгенім, сенің арқаң шаңқып жүргенім, қасыңдамын әркез біргемін. Мені ойлап қам жемеші мама, мені ойлап қам жемеші ана. Абзал ана, солға гүлім күнде тоңып, ана деп ән салам. Кетейін неге жүзге толып көпекпін мен маған. Ана, мәңгі дос сен ғана. Абзал ана, көңілің кем дала. Жанасың сен, дарасың сен, анажан аңсаған. Ажалды ән саған, қарызбын әжім ақ шашына, көзінің жасына. Өзіңсің бақыт бақшасы.